12-ші дәріс тақырыбы буландыру. Бірінші сұрақ: процестің технологиялық мақсаттары және физикалық негіздері. Екінші: бір корпусты буландыру қондырғылары. Үшінші: материалдық және жылу балансы, тешіңкі теңдеуі. Ұшпайтын заттар ерітінділерін қайнатып, еріткіштің кейбір бөлігін буға айналдыру арқылы ерітінділерді қоюландыру процесі буландыру деп аталады. Тамақ өндірісінде буландыру процесі қоюланған сүт, томат жырының концентрациясы, сорпа, қант, желім және тағы басқа өнімдерді өндіріп алу үшін кеңінен қолданады. Буландыру процесінің мақсаты жоғары концентрациялы ерітіндіні алу, ерітінділердің тасымалдауын жеңілдету және арзандату, ерітінділердің сақтау мерзімін ұлғайту. Тамақ өндірісінде көбінесе су ерітінділері буландырады. Буландыру процесін буландыру аппараттарында жүргізіледі. Буландырғыш аппараттарында ысытатын жылу тасымалдауыш ретінде көбінесе су буы қолданады. Мұндай буды ысытатын немесе біріншілік бу деп атайды. Ысытатын немесе біріншілік бу ретінде бу генераторларынан, бу турбиналарының аралығынан алынған немесе пайдаланған буларды қолданады. Ерітіндіні қайнағанда пайда болатын буды екіншілік бу деп атайды. Буландыру тәсілдері. Буландыру процесі вакуумда, атмосфералық және атмосфералық қысымдан жоғары қысымда өткізіледі. Вакуумда өткізілетін буландыру процесіне атмосфералық қысымдағы қарағанда бірнеше артықшылықтары бар. Процесті төмен температурада өткізуге, яғни аппараттағы ысыту үшін төмен қысымды буды пайдалануға болады. Жоғары температурада ыдырап кетуі мүмкін болатын заттардың ерітінділерін қоюландыруға болады. Ысытатын бу мен ерітіндінің қайнау температураларының айырмасы үлкен болады, яғни аппараттың өлшемі мен жылу алмасу беті азаяды. Буландыру аппаратынан шыққан екіншілік буды ысытатын бу ретінде пайдалану мүмкіндігі туады. Вакуумдағы буландыру процестерінің кемшіліктері: қосымша қондырғылар, құрылғылар, конденсаторлар, тамшы ұстағыштар және вакуум насостар керек, яғни қондырғы қымбаттайды, сонымен бірге шығын көбейеді. Атмосфералық қысымдағы буландыруда екіншілік бу пайдаланбай атмосфераға шығарылады. Буландырудың бұл тәсілі өте қарапайым, бірақ экономиялық тиімсіз болып саналады. Атмосфералық қысымнан жоғары қысымда буландыру ерітіндінің қайнау температурасын көбейтеді және пайда болған екіншілік буды қайтадан буландыру процесінде немесе басқа жылу техникалық мақсаттар үшін пайдалануға болады. Басқа мақсаттар үшін ажыратылған екіншілік бу бөлігінің экстра бу деп атайды. Жоғары қысымда буландыру үшін жоғары температурада ысытатын бу керек. Сондықтан бұл тәсілмен жоғары температураға шыдамды заттардың ерітінділерін қоюландырады. Атмосфералық қысымдағы кейбір кезде вакуумдағы буландыру процесі бір буландыру аппаратында бір корпусты буландыру қондырғыларында өткізіледі. Бұл жағдайда ысытатын біріншілік будың жылуы бір рет қана пайдаланып, ал екіншілік будың жылуы пайдаланбайды. Тамақ өнеркәсібінде бірнеше аппараттан немесе корпустан құрылған көп корпусты буландыру қондырғылары жиі кездеседі. Бұл қондырғыларда ысытатын бу мен тек бірінші корпус қана ысытылады, ал кейінгі корпустағы
ысыту үшін алдындағы аппараттардан шыққан екіншілік бұл жылу қолданылады. Демек, көп корпусты буландыру қондырғыларында ысытатын бу мөлшері дәл осындай өнімді бір корпусты қондырғыға қарағанда едәуір аз болады. Ысытатын бу жылу насосы бар бір корпусты буландыру қондырғыларында да үнемдігі болады. Мұндай қондырғыларда аппараттан шыққан екіншілік бу жылу насостың жәрдемімен ысытатын буды температурасына сәйкес қысымға дейін сығылып, сосын аппаратта қайтадан ысытатын бу орнына беріледі. Тамақ өнеркәсібінде негізінен үздіксіз әрекетті буландыру қондырғылары қолданады. Мерзімді әрекетті аппараттар аз өнімді өндірісте және ерітінділерді жоғары концентрацияға дейін буландыруда қолданады. Қазіргі заманғы буландыру аппараттың жылу алмасу беттері үлкен. Кейбір кезде әр корпустың беті 2000 метр квадрат дейін, сондықтан көп жылу мөлшерін талап етеді. Бір корпусты буландыру қондырғылары аппараттың жұмыс істеу принципі орталық циркуляциялық құбыры бар. Үздіксіз жұмыс істейтін буландыру аппараттың жұмыс істеу принципін қарастырамыз. Аппараттың негізінен ысыту камерасы және сепаратордан құрылады. Тәсімде ысыту температурасы камерасы және сепаратор бір аппаратта орналасқан. Ысыту камерасы сепаратордан бөлек орналасып, онымен құбыр арқылы жалғасу да мүмкін. Камера әдетте қаныққан су буымен ысытылады. Құбырлар сырттағы кеңістіктен өтіп конденсацияланады және камераның төменгі жағынан шығады. Буландырылатын ерітіндіні қайнату құбырларының ішімен көтеріледі. Мұнда ол қайнайды. Нәтижеде екіншілік болып бөлініп шығады. Одан сұйық тамшыларын ажыратылған екіншілік бу сепаратордың жоғары жағынан шығарылады. Сұйықтың бір бөлігі орталық циркуляциялық құбыр арқылы аппараттың төменгі бөлігіне құбыр торының астына ағып түседі. Орталық циркуляциялық құбырдағы сұйық ерітінді және қайнату құбырларының бу мен сұйық қоспалар арасындағы тығыздықтар айырмасының әсерінен сұйық үздіксіз циркуляция жасап тұрады. Қойылған ерітіндіні аппарат түбіндегі штуцер арқылы алынады. Егер буландыру вакуумда өткізілсе, онда екіншілік бу вакуум насоспен сорылып конденсаторға беріледі. Материалдық баланс үсті бастапқы концентрациялық болған мөлшерде ерітіндінің буландыру аппараттарына беріледі. Одан концентрациясы ең жоғарыланған мөлшерде қойылған ерітіндіден шығады. Егер аппаратта буландырған еріткіштің судың мөлшері болса, онда аппараттың материалдық балансы төмендегі теңдеумен өрнектеледі. Ерітіндінің құрамындағы абсолюттік құрғақ зат бойынша материал балансы жазылады. Әдетте мына төмендегі шамалар берілген болады. Бастапқы ерітіндінің мөлшері мен концентрациясы және қоюландырылған ерітіндінің қажетті концентрациясы. Онда формулалар бойынша аппараттың өнімділігін анықтайды. Қоюландырылған ерітінді бойынша және буландырылған су бойынша жылу балансы. Бұл төмендегі белгілерді үшін қабылдаймыз.
ысытатын булдун мөлшері, екіншілік ысытатын булдун бастапқы және қолдандырылған ерітін энтальпиялары, ысытатын бул конденсаттын энтальпиясы және конденсат меншікті жылу сыйымдылығы мен концентраттың температурасы. Жылу балансын құру үшін тәсімге байланысты аппаратқа берілетін және одан шығатын жылуларды анықтаймыз. Сосын жылу баланс теңдеуін өрнектеледі. Мұнда бастапқы ерітін энтальпиясы, оның меншікті жылу сыйымдылығы және температурасы, қоюландырылған ерітін энтальпиясы, оның меншікті жылу сыйымдылығы және аппараттағы қайнау температурасына тең температура. Содан кейін ысытатын бул мөлшерін анықтайды. Жылу беті үздіксіз әрекетті буландыру аппараттың жылу беті жылу өту теңдеуінен анықталады. Мұндағы параметрлер аппараттағы жылу ағыны, жалпы формуламен есептеледі. Жылу өту коэффициенті, процестің жылу қозғаушы күші, жылу өту коэффициенті, ерітінді концентрация жоғарылаған сайын және қайнау температурасы төмендеген сайын азаяды. Температураның пайдалы айырмасы ысытатын булдың конденсация температурасы мен буландыратын ерітіннің қайнау температурасы арасындағы айырмаға тең. Температура шығындары және ерітінділердің қайнау температурасы. Буландыру аппараттарында температура шығындары болады. Олар температуралық депрессия, гидростатикалық депрессия және гидравликалық депрессия қосындысына тең.